Бүгін біздің тақырыбымыз үйсіндер туралы жазба деректер. 5-ші А сыныбымен ашық сабаққа қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырыбымыз үйсіндер туралы жазба деректер дедім. Үй жұмысын өткен тақырыпты қайталау арқылы бақа әдісімен сұраймын. Бұл жерде бақа әдісінде сендер алдыңғы берілген сабаққа кіріспе жасау арқылы сол сабақты бекітеміз. Ол үшін бақа әдісі арқылы сұралады. Шарты бұл әдістің былай сұралады. Сұрақ беру арқылы әр дұрыс жауапқа алға жылжып, ұпай жинау арқылы жылжып отырамыз. Енді келесі бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты ежелгі мемлекеттердің бірлестігіндегі үйсін мемлекетінің құрылуын түсіндіреміз. Әлеуметтік топтардың ерекшеліктеріне тоқталамыз. Қазақстан аумағындағы алғашқы мемлекеттердің көрші елдермен қарым-қатынастарын ұғамыз және қандай жазба деректерде үйсіндер туралы берілгенін анықтаймыз. Ол үшін үйсіндер туралы видео сабағымызды тамашалаңыздар. Сабақты тамашалайық. Үйсіндердің тұрмысы және шаруашылығы. Үйсін тайпаларының ескерткіштері негізінен алғанда оба түрінде кездеседі. Үйсін обаларының ең үлкенінің диаметрі 80 метр, ал биіктігі 15 метрге дейін жеткен. Әлемдегі мың шоқыда жүргізілген қазба жұмыстары барысында 2300 метр биіктікте екінші ғасырларда өмір сүрген зергер ұстаның тамаша туындысы. Диадема ұзындығы 35 см, ені 4,7 см, екі бедерде алтын тіріктен жасалған. Диадеманың шөп тәріздес тор көздеріне түрлі аңдардың, жануарлар мен адам бейнелері орнатылып, көгілдір, қызыл қоңыр, қызыл тастармен әшекейленген. Диадеманың ортасында тау басына орнатылған тұғырда бір-біріне қарап тұрған екі қанатты тұлпар бейнесі бар. Бұл прағаттар күннің белгісін білдіреді. Сол жақта қанатты барыс үстінде шауып келе жатқан әйел мен бұғы келе жатыр. Оның артында ешкі, айдақарға мінген адамдар бейнесі бар. Олардан табылған мәдени мұралар үйсіндерде қолөнер кәсібінің болғанын дәлелдейді. Археологиялық қазба жұмыстары кезінде табылған қолөнер заттарда саз балшық пайдаланған. Саз балшықтар ыдыстар жасалды. Шұшықтарға құм толтырылған мата қалыпқа қолдан саз балшық жапсыру арқылы жасалды. Үйге не тапсырма берілді? Жақсы Нұрали айта ғой. Үйсіндер туралы жазба деректер оқып түсінік айтып келу болатын. Жақсы, олай болса бүгінгі сабағымызды бастауға рұқсат беріңдер. Енді үйсіндер туралы бізге тақырып екеу болатын, екі тақырып берілген болатын, 2 сағат берілген болатын. Сондықтан бірінші сабағымыз үйсіндер туралы өттік, ол туралы мағлұмат алдық. Енді бүгін екінші сабағын өтеміз. Яғни енді үй жұмысын сұрау үшін үйсіндер туралы мен бақа ойынын ойнатқым келеді. Бақа ойынын ойнатудың шарты мынандай болады. Дәптерімізді аламыз да, берілген сұраққа бәріміз бірдей не жасап отырамыз? Жауап жазып отырамыз. Сонан кейін соңынан тексеріп бағасын айтамыз. Бұл біздің үй жұмысымыз болып есептеледі. Енді бір оқушыны шығарамыз тақтаға. Тыныш, Нұрали шыға ғой. Жоқ, Нұралиден елі бар ма? Еріктілер бар ма шығамын деген? Кім шығады? Жақсы. Лана тағы кім шығады? Кім шыға қойсын? Жүсіпбек. Жақсыбек шыға қояды. Бәріміз дайынбыз ба? Жақсы. Олай болса мен қазір бақа ойынын қосып беремін. Так, бәріміз дайын болсақ сұраққа мұқият боламыз. Сұрақты оқисың бірінші. Үйсіндердің астанасы қалай аталды? Оқушыларға қараймыз да қатты айтамыз. Үйсіндердің астанасы қалай аталды? Қалай аталды? Бәріміз жауабын жазамыз. Жауап тақтада тұр. Дұрыс па? Дәптерге жауабын жазамыз. Бір дейміз де жауабын жазыңдар. Жазып болдық па? Белгілесен. Дұрыс екен. Бақа секірді, Жақсы. Екінші.
Оқи ғой. Үйсіндер қай ғасырларда өмір сүрген? Қатты сөйлейміз дедік қой, Жина. Жауабын жазыңдар, тақтаға қараңдар, бәріміз жауабын жазамыз. Ал. Жауабын жазып біттік қой. Тексереміз. Жауап берген. Дұрыс екен, жақсы. Енді менде жаңа шығам деген, Лана шығам деген еді, Лананы шығара қояйын. Лана екі сұраққа жауап береді. Жылдам, Лана. Қатты оқимыз. Үйсіндер туралы алғашқы жазба деректер қай елдің жылнамаларында кездеседі? Так, бәріміз қараймыз да жауабын жазамыз. Дәптерлеріңе жауабын жазып қойыңдар. Бірден плюс-минусын қойып тексеріп отырыңдар. Жақсы, үйсіндер туралы алғашқы жазба деректер қай елдің жылнамаларында кездеседі? Жақсы жауап бере қойлана. Қытай, дұрыс. Келесі сұраққа көшеміз. Үйсіндердің әлеуметтік құрылымында биліктің жоғары сатысында кім тұрды? Жауап беріңдер, дәптерлеріңе жауап беріңдер. Сөйтіп бірден тексеріп плюс-минусын қойып отырыңдар. Жауап болдық, біттік та жауап беріп, жақсы. Гунмо деп аталды. Дұрыс. Жақсы. Менде енді сен жақсы билейді екенсің, келе көрейік. Жылдам шығамыз. Оқы. Үйсіндер қай мемлекеттің саяси және сауда байланысты орнатты? Жауап беріңдер дәптерлеріңе. Бірден тексереміз содан кейін. Жауап сенің жауабың қайсы? Тыныш. Жауабың қайсы? Бас біреусің. Дұрыс па екен? Дұрыс емес. Отыр. Келесі кім шығады? Дұрыс па екен? Дұрыс. Жақсы отыра ғой. Тағы кім шығады? Бар ма еріктілер шығам деген? Нұрали шыға ғой. Елсияр сен дайындал осыдан кейін. Қалай атады? Дұрыс па? Жақсы. Бақа секірді. Елсияр келе ғой. Нақты оқимыз, әдемі оқимыз, дауыстан оқимыз. Үйсіндердің негізгі мекендеген жері. Жазамыз, бәрін белгілеңдер. Дұрыс па екен? Дұрыс. Жақсы, оны пай алды. Келесі. Үйсіндер қандай баспаналарда тұрды? Кім жауап береді? Келе ғой. Не қорқып отырсың? Көтере қолыңды. Кел, Дулат па? Жақсы. Жылдамдан Дулат. Жауабын сендер өздерің дәптерлеріне белгілеңдер. Тексеріп отырыңдар бірден. Дұрыс. Келесі сұраққа жауап бер. Жауап берсеш? Үйсіндерде қандай діни наным сенімдер болды? Ой, молодец. Жақсы, жарайсың. Так. Жаңа тақырыпқа кіріспе жасау мақсатында мәтінмен жұмыс жасаймыз. Бұл жерде бізде топтық жұмыс. Бірінші топ үйсін қоғамы туралы постер дайындайды. Екінші топ үйсін мемлекетінің көрші елдермен байланысын анықтайды және үйсін мемлекетінің туралы жазба деректерден қандай деректер келтірілгендігін айтады. Ал үшінші топ бізде жалған ақиқат ойыны арқылы сабақты бекітеді. Енді бұл ойынның шарты бойынша үш топқа үш тапсырма беріледі және осы тапсырмада әрқайсыларың өздерінің топтарымен жұмыс жасайсыңдар. Үйсіндер біздің заманымыздан бұрын 3 және біздің заманымызға дейін 5-ші ғасырда өмір сүрген. Үйсіндердің астанасы Чигучен-Чигу. Бұл Ыстықкөл мен Іленің аңғарында орналасқан. Үйсіндер Исунго Синго деген сөзден шыққан. Бұл Қытай мәліметтерінде көшпелі мемлекет деген мағынаны білдіреді. Үйсіндер Қытай деректерінде Осман елі деп те аталады. Үйсіндердің әскері 188.800, 30.000 атты әскері болған және үйсіндерде
көшпелі мал шаруашылығымен айналысқан. Үйсіндер бай кедей болған, ол үйсіндердің бай кедей болғандығын бізде нелер дәлелдейді десеңдер, археологиялық қазбалармен жаңағы ескерткіштер дәлелдейді. Бір мүрдені ашқан кезде бұл жерде үйсіндердің мүрделері алтынмен апталып, күміспен қапталып жерленгендігін көруге болады. Ал екінші бір мүрдені ашқан кезде бұл жерде қарапайым қыш ыдыстар ғана болғандығы айқын көрінеді. Соған қарағанда үйсіндерде әлеуметтік теңсіздік болды дейді. Енді үйсіндер әлеуметтік теңсіздікте үйсіннің байлары қандай мөр пайдаланды десеңдер, алтын және қоладан жасалынған мөрлерді пайдаланыпты. Ал үйсін кедейлерінің мөрлері таспен және қыш ыдыстан жасалынған, қыштан жасалынған болды. Енді бұл мөрлерді белгілеудің не қажеті болды десеңдер, мысалы бай деген үйсіндерде 4-5 мың жылқы болған дейді. Бұл жылқыны бір-бірінен ажырату үшін олар жылқыларын не істейтін болған дейді, мөрлейтін болған дейді. Ал кедейлерге мөрдің қажеті не болды керек десеңдер, біз бәріміз өзімізді кедей деп елестетіп, өз дүниемізді басқа дүниелермен шатастырмау үшін ол кедейлерде дүниелерін не істеген дейді, мөрлеген дейді. Және олардың мөрлері тас пен қыштан жасалынған екен. Біздің заманымыздан бұрын 108 жылы үйсін бұлмосы Қытай ханшайымын әйелдікке алады. Және 1000 жылқы беріп әйелдікке алған ханшайым еліне деген сағынышын аққу әнімен жеткізеді екен. Келесі үйсіндер туралы мәліметте тағы да айта кететін нәрсе, үйсіндердің шаруашылығы мал шаруашылығымен айналысты, көшпелі болды және олар жер, су, шөп іздеп жүргенімен де дейді, Гоктың айтуы бойынша іздеп жүргенімен де олардың өзіндік қалалар болғандығы айтылады. Үйсіндерде қалалар болған, қалаларда бай деген үйсіндер Чигучен қалаларында орналасқан. Енді үйсіндер қандай елдермен қарым-қатынас жасады десеңіздер, үйсіндер Қытай, ғұндармен қарым-қатынаста болған және солтүстік батыстағы көршісі үйсіндердің қаңлылармен жақсы қарым-қатынаста болған. Бір деректерде үйсіндер ғұндарға бағынышты болды десе, екінші бір деректерде хан әулеті үйсіндердің шаруашылығына көп араласа бергендіктен дейді, олардың екеуісінің арасындағы қарым-қатынас бұзылған дейді. Осының салдарынан үйсіндер екіге бөлініп кеткен дейді. Жақсы, кірісіңдер. Тапсырма берілді, сендер тапсырмаға аласыңдарда үйсіндер туралы деректің ақиқат жалған екенін не істейсіңдер? Дәлелдейсіңдер. Ол үшін деректерін белгілейсіңдер үйсіндердің. Жапсар. Қолмен жазыңдар, тағы да тапқандарың болса. Неден алар артық қалып қалсын дерді? Жазған жоқ қой не бұл кісілер? Тапсырмасы үйсін қоғамы туралы постер дайындай. Екінші топтың тапсырмасы үйсін мемлекетінің көрші елдермен қарым-қатынасы және үйсіндер туралы кім қандай дерек қалдырды дейді. Сол жайында айтамыз. Үшінші топ үйсіндерге қатысты мәліметтердің ақиқат жалған екенін дәлелдейміз. Жақсы, 5 минут уақыт беріледі. Дайын топ белгі бере беріңіз.
Birinchi top bo'lsanglar qo'rg'ovga kim chiqadi? Жақсы шыға ғой. Жақыннан ал да осы бабының жауабын ал. Қорғандары есіндегі тұрмыс тіршілігім. Қорғандары әртүрлі болдым. Ет пен сүт қымыз іштім. Жеке меншік болдым. Малдарына там бас алды. Жылқы көп өсірді. Егіншілік болды. Киіз үйде тұрды. Мал шаруашылығына айналыстым. Және бұл жерде бізде үйсіндерге қатысты біз ақпараттар темір балқыттым, балық ауладым. Жақсы. Мына жерде бірінші топ жақсы жұмыс жасады. Мына қараңдар. Әрқайсысы өзінің тапқандарын жабыстырып постер жасапты. Енді мына үш нәрсе бізде артық дейді. Үйсіндер темір балқытты ма? Жоқ. Балық аулады ма? Жоқ. Аң аулады ма? Аулаған жоқ. Бірақ негізгі шаруашылығы олардың қандай болды дейді? Мал шаруашылығы. Ал аңшылық қосымша кәсібі болды дейді. Жақсы. Енді менде Гүлназды бағалаңдар кәні. Кім бағалайды? Бірінші топ. Гүлназдың жауабына қалай? Баға беріңдер. Жақсы. Бас бармақ әдісі арқылы бағалаймыз. Екінші топ. Гүлназдың жұмысын бағалаңдар. Көтереміз қолымызды, бағалаймыз барлығымыз, кәні. Жақсы. Келесі топ өз әріптестері жақсы баға алды. Енді екінші Нұрали қорғаймыз дейді. Жақсы алып шық жұмысыңды. Нұралидің тобына түскені ақиқат, жалған. Қайсы ақиқат, қайсы жалған, соны анықтау керек. Үйсін тайпалары біздің заманымыздың екінші ғасыры, біздің заманымыздың үшінші ғасыры аралығында өмір сүрді. Бұл жалған. Өйткені үйсіндер біздің заманымызға дейін үшінші ғасырда, біздің заманымыздың бесінші ғасырына дейін өмір сүрді. Екінші, үйсін қазақ халқының қалыптасуына негіз болған ежелгі тайпалардың бірі. Бұл ақиқат. Өйткені олар қазақтар сияқты ішетіндері сүт, қымыз, ал жейтіндері ет болған. Үшінші, Шәртиянның хабарлауы бойынша үйсіндердің 120 мың түтіні, 630 мың адамы, 188 мың әскер болған. Бұл ақиқат. Төртінші, Қытай тарихшысы Жан Сянның хан әулеті еңбегінде Усун этнонимі ең алғаш айтылады. Бұл жалған. Бесінші, жазба деректері үйсіндер Қазақстанның Жетісу өлкесі Шу, Талас өңірі, Ыстықкөл және Қытайдың солтүстік-батыс аймағында тұрды деп айтылады. Бұл ақиқат. Дұрыс, жақсы. Яғни Нұрали тобымен жақсы жұмыс жасапты. Ақиқат жалғанды бізге не істеп берді? Ажыратып берді. Олай болса Нұралиді бағалаймыз. Кәні бас бармақ әдісімен. Қалай бағалайсыңдар Нұралиді? Жақсы. Так, саған сәл түсініксіз болды ма? Неге бұлай дейттің? Не түсініксіз болды айта ғой? Түсінікті, е? Жақсы. Олай болса Нұралидің тобы жарайсыңдар. Жақсы жұмыс жасадыңдар. Келесі топ, үшінші топ бізде. Шық, кім қорғайды? Қорғайтын бір оқушы шықсын. Үйсіндердің жазба деректері. Сумен шөп іздеп жүрді, қалалары болды. Бұл ақиқат. Бангу егіншілік болды, көп елдерді бағындырды. Бұл ақиқат. Шици Сима Тян тарих жазбалары. Хан Ханшу егіншілікпен айналысты. Мацуда бұзыбы 177-176. Кім ол Мацуда деген? Ол не деді? Кім көмектеседі? Мацуданы білмей адырмыз. Кәні? Айта қойыңдар өздеріңнен. Жапон ғалымы не деді ол? Біздің заманымызға дейін 177
1976 жылы үйсіндер ғұндардың қарамағына кірді. Дұрыс айтады, үйсіндер ғұндардың қарамағында болғандығын айтады. Енді сендер қандай мәліметті үйсіндердің жазба деректеріне жатқызбадыңдар, соны көрейік. Бірінші Дарий Бехистон жазбасы дейді. Бұл кімдерге қатысты? Дерек. Бехистон жазбасы кімдерге қатысты? Айта ғой Бақыт. Сақтарға қатысты әңгіме. Жақсы. Картамен жұмыс бұл жерде біз не істейміз? Үйсін мемлекетіне қатысты деректерді анықтаймыз да әрқайсысын сәйкестендіреміз. Және осы жұмыс нелер арқылы жаңағы үйсіндер туралы білімімізді бекітеміз. Тақтаға қараймыз, бәріміз назар саламыз. Сенде 3 тапсырма берілген. Оқи ғой. Үйсіндердің солтүстік батыстағы көшесі, үйсіндердің оңтүстік шығыстағы көшесі және үйсіндердің астанасы. Жақсы. Енді осы үшеуісін сәйкестендіреміз картада. Чекучек қай жерде орналасты? Үйсіндер кіммен байланыс жасады? Жақсы, орындай қой. Мысалы, үйсіндердің солтүстік батыстағы көшесі кім? Үйсіндердің солтүстік батыстағы көршісі кім дейді? Ғұндар дейді. Дұрыс емес жауап, отыра бер. Кім жауап бере алады? Үйсіндердің солтүстік батыстағы көршісі. Қаңлы. Жақсы, апара ғой Қаңлыны. Қаңлылар қай жерде орналасты бізде? Бір қырынан тұрсыш. Точкаға қай. Қос. Дұрыс па? Жақсы. Отыра ғой. Келесі менде кім шығады кәні? Басқа шығатын оқушы жоқ па? Шыға ғой сен кел. Жылдамды? Келесі үйсіндердің оқы өзің. Үйсіндердің оңтүстік шығыстағы көшесі. Жақсы. Оңтүстік шығыстағы көшесі бір қырынан тұр. Енді қарды. Қайықта үйсіндердің көршісі кім екен? Оңтүстік шығыстағы үйсіннің көршісі. Жақсы. Енді маған үйсіндердің астанасы керек. Кім апарады? Сен шығады. Жақсы. Тапсырманы орындадық. Енді тексереміз. Дұрыс па екен? Дұрыс. Яғни тапсырма бізден естелінді, жақсы орындалды. Бірақ бізде үйсіндердің туралы мәліметтің кейбірлесін білмейтін оқушылар да бар екен, е? Жақсы. Енді кеттік, ары қарай кетеміз. Келесі біздің жаңа сабағымызды бекіту мақсатында сәйкестендіру тапсырмасын береміз. Бұл сәйкестендіру тапсырмасы барлықтарыңа беріледі қазір отырып. Мына аяқтан бір топ міне қорғайсыңдар. Мына аяққа дұрыс мәлімет, мына аяққа сол мәліметке қатысты мәліметті клейлейсіңдер. Табасыңдар, сәйкестендіресіңдер. Жұмысын түсіре бересіз ғой бірдеңе. Сәйкестендіріп шығыңыздар. Сіздер мынаның қаншалықты Шан, нан айтқан. Түтіні 630 мың адамы, 188 мың әскері болған. Біздің заманымызға дейін 73-ші деректе оң қанат, сол қанат, орталық қанаттары болған.
Шишси Тимятянның айтуынша Усюнго Осман деп аударылған. Жақсы. Тыңдаймыз. Мұқият отырып тыңдаңдар. Ол өзіне қарағанда ел жұрт балаларын бөліп беріп, олар жолмен иленді. Мемлекеттің ең жоғары билеушісі. Бектердің басында ауқатты адамдар. Әскерлер мен шонжарлар сарай маңызындағы лауазымды адамдардың алтын және мыс мүліктері болған. Қарапайым фуқара, малшы, егіншілер және қолөнершілер, құлдар да болған. Олар негізінен соғыс қиындауынан тұрған. Олардың еңбек көбінесе үй шаруашылығында пайдаланылады. Жақсы. Яғни үйсіндер құлдарды қай жақтан алды? Соғыстан. Соғыстан түскен тұтқындар қандай қызмет атқарды дейді? Құлдар, үй шаруашылығындағы жұмыстарды. Оларға мал бақтырды ма, бақтырған жоқ па? Бақтырған жоқ. Неге? Себебі олар қашып кетеді деп ойлады. Малды айдап кетеді деп ойлады. Жақсы. Келесі үшінші топтан кім шығады? Кәні қорғандар үшінші топ. Үшінші топтан мен ортаға Дулатты шақырамын. Кім қорғайды? Жақсы. Сенен басқа жоқ па? Не? Басқа топты шығарыңдар басқаны. Үйсін мемлекеті деп аталады. Мен оған сенбеймін. Үйсін Қытай тілінде аударғанда аспан. Так, сенбеймін дейді. Қытай деректерінде Усунго деген үйсін мемлекеті деп аталады дейді. Сенен ба, сенбейсің ба? Неге? Себебі Усунго деген аспан деген сөзді. Дұрыс па? Жақсы. Келесі. Чансияның хабарлауы бойынша үйсіндердің 120 мың түтіні, 630 мың адамы, 188 мың әскері болған. Мен оған сенем. Сенесің, е? А неге сенбеймін деп жаздыңдар? Яғни 188 мың 800 әскер болған. 188 800 әскер болды. Келесі. Қытай тарихшысы Джан Цянның хан әулеті еңбегінде Усун этнонимі ең алғаш айтылады. Мен оған сенемін, себебі Джан Цянның еңбегі Шици деп аталды. Ал Шици дегеніміз қандай мағына білдіреді деді қазақша? Тарих жазбалары. Жақсы. Келесі соңғы тапсырма. Қазақстанның Жетісу өлкесі, Шу, Талас өңірі, Ыстықкөл және Қытайдың солтүстік батыс аймағында үйсіндер тұрды. Мен оған сенемін. Дұрыс па? Жақсы. Жақсы, отыра қой. Енді, яғни бүгінгі алған білімдеріңді дәлелдеп шықтыңдар. Қателескендеріңде болды, бірақ оның барлығын үйден не істейміз енді қайтадан қайталап оқимыз. Түсінбеген сұрақтарың болса қоясыңдар маған. Енді бүгінгі сабаққа бізде жақсы қатысқан оқушыларымыз бар. Осы оқушыларға мен бүгін атап өткім келеді. Адия, Гүлназ жақсы қатысты, Елсияр жақсы қатысты, Лана сәл шатасты, бірақ ол да не істеді? Қатысты сабаққа. Аяла жақсы қатысты, Аделина жақсы қатысты, Дулат жақсы қатысты. Мына топтан кім қатысты? Нұрали жақсы қатысты, Айзерия жақсы қатысты, бізде үшінші кім? Мұрат жақсы қатысты. Жақсы, осы оқушыларды жақсы деп бағалаймын. Үйге тапсырма не болады? 4-те 1 параграфты оқисыңдар, сосын кейін хабарлама дайындайсыңдар. Үйсін қоғамы деген. Жақсы, сау саламатта болыңдар. Жақсы.